Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз асимметрлік шифрлау алгоритмдері. Асимметрлік шифрлау алгоритмдері тағы да ашық кілті бар алгоритмдер деп аталады. Бірдей кілт пайдаланатын симметрлік шифрлау алгоритмге қарағанда асимметрлік шифрлау алгоритмінде бір кілт шифрлау үшін, ал одан өзгеше басқасы ашып оқу үшін пайдаланады. Алгоритм асимметрлік деп аталады, өйткені шифрлау және дешифрлау кілттері әртүрлі. Сондықтан негізгі криптографиялық процестің симметриясы жоқ. Екі кілттің біреуі ашық, public key болып табылады және бәріне жариялану мүмкін, ал екіншісі жабық, private key және құпиялы түрде сақталынады. Кілттердің қайсысы ашық немесе жабық, ал қайсысы дешифрлау үшін пайдаланылатын криптографиялық жүйенің міндетімен анықталады. Тарихы мен қызықты айғақтар. 1976 жылы Уитфилд Диффи мен Мартин Хелман Ральф Мерклиннің ашық кілттерді тарату туралы жұмысына сүйеніп, құпия кілттерді ашық каналдар арқылы алуды ұсынды. Асимметрлік шифрлау алгоритмінде арнайы математикалық функциялар пайдаланылады. Олар біржақты функциялар. Біржақты функция есептеуге оңай, бірақ функцияның мәні бойынша оған сәйкес аргументті табу қиын математикалық функция. Яғни x-ті біле отырып, fx-ті есептеуге оңай болатын болса, бірақ белгілі fx бойынша сәйкес келетін x мәнін табу қиын. Люкі бар немесе құпиясы бар біржақты функция. Бұл кейбір құпиясы бар біржақты функциялардың ерекше түрі. Ол функцияның кері және жеткілікті тез есептеуге мүмкіндік береді. Люкі бар біржақты функция үшін мына бекітілу орындалады. Біріншісі, x-ті біле отырып, fx-ті есептеуге оңай. Екіншісі, fx-ті біле отырып, x-ті табу қиын. Үшіншісі, кейбір құпиялы ақпаратты қосымша біле отырып, x-ті есептеуге оңай. Керхофс принципі. Криптография саласындағы мамандар бұрыннан мұндай болжау шығарған болатын. Шифрлау алгоритмінің құпиялығы оны бұзып шығудан кепілдік бермейді. Онан әрі түсінікті болды. Қарсылас шифрлау алгоритмді білсе де, шын мәнінде сенімді шифрлау жүйесі қорғаған болып қалу керек. Бұзу әрекетіне беріктікті сақтау үшін жақсы шифрдың кілті құпиялығы жеткілікті болу керек. Бұл үлгілі принципті 1883 жылы алғаш тұжырымдаған Керхофс және әдетте Керхофс принципі деп аталды. Ашық кілті бар шифрлау алгоритмін ең азын үш есепті шешу үшін пайдалануға болады. Біріншісі, рұқсатсыз қатынаудан деректерді қорғау үшін берілетін және сақталынатын деректерді шифрлау үшін. Екіншісі, электронды құжаттарға цифрлық қол қоюды жасау үшін. Үшіншісі, құпиялы кілттерді үлестіру үшін, сосын оларды құжаттарды симметриялық әдістермен шифрлауды пайдаланады. Жұмыс істеу принципі. Мысалы, пайдаланушылар А мен Б ашық шифрлау схемасын пайдалансын. Пайдаланушы А құпиялы хабарды тек пайдаланушы Б-ға жібергісі келсін. Ол үшін мына істерді орындау қажет. Бірінші, пайдаланушы Б пайдаланушы А-ға өзінің ашық кілтін ол кез келген байланыс арна арқылы жібереді. Мысалы, электронды пошта бойынша. Екіншісі, пайдаланушы А өзінің хабарын М алынған ашық U кілтімен шифрлап, шифрланған S хабарды алады. Үшіншісі, шифрланған хабар S пайдаланушы Б-ға жібереді. Төртіншісі, пайдаланушы Б алынған хабарды С өзінің жабық кілтімен R ашып оқиды. Егер шифрлау операциясын F деп, ал дешифрлау операциясын F-1 деп белгілесек, онда пайдаланушылар арасындағы ақпаратпен алмасу протоколының схемасын суреттегідей көрсетуге болады. Цифрлық электронды қол қою. Ең қарапайым әдіс өзара байланысқан екі кілтті, яғни ашық және жабық пайдалану. Бірақ жабық және ашық кілттің рөлдері ауысады. Қол қою кілті құпиялы болады, ал тексеру кілті ашық. Мысалы, пайдаланушы А пайдаланушы Б-ға қол қойылған хабар жібергісі келеді. Қол қоюды жасау және тексеру процедурасы мына қадамдан тұрады. Бірінші қадам. Пайдаланушы А пайдаланушы Б-ға өзінің ашық кілтін ол кез келген байланыс арна арқылы жібереді. Мысалы, электронды поштамен. Екінші, пайдаланушы А хабарды М өзінің жабық R кілтімен шифрлап, шифрланған S хабарды алады. Үшіншісі, шифрланған хабар S пайдаланушы Б-ға жіберіледі. Төртіншісі, пайдаланушы Б пайдаланушы А-ның ашық кілтін пайдаланып алынған хабарды S ашып оқиды. Егер хабар ашылса, онда оған пайдаланушы А қол қояды.
Құпиялы кілтті құрастыру. Сессияның құпиялы кілтін құрастырудың қарапайым протоколы мына түрде болуы мүмкін. Егер кейбір байланыс жүйенің пайдаланушылары кілттерді үлестіру орталығындағы ашық кілттер деректер базасына рұқсат алып отса, олар одан бір-бірінің ашық кілтін алып отырады. Біріншісі, пайдаланушы А пайдаланушы Б-ның ашық кілтін кілттерді үлестіру орталығынан алады, немесе тура пайдаланушы Б-ның өзінен. Екінші жолы, пайдаланушы А кездейсоқ сеанстың кілтті генерациялайды және алынған ашық кілтпен оны шифрлайды. Үшінші, шифрланған сеанстың кілт пайдаланушы Б-ға жіберіледі. Төртінші, пайдаланушы Б алынған пакетті өзінің жабық кілтімен ашып оқиды. Бесінші, пайдаланушылар А және Б келісілген сеанстың кілтті шифрланған хабарлармен алмасу үшін пайдаланады. Қойылатын талаптар. Бірінші талап, есептеу жағынан оңай қостарды ашық кілт, жабық кілт жасау. Екінші жолы, есептеу жағынан оңай ашық кілтпен хабарды шифрлау. Үшінші талап, жабық кілтті пайдаланып, есептеу жағынан хабарды оңай шифрлау. Төртінші талап, ашық кілтті біліп, сәйкес жабық кілтті есептеу жағынан анықтау мүмкін емес. Келесі жол, ашық кілтті және шифрланған хабарды ғана біле тұрып, бастапқы хабарды есептеу жағынан қалпына келтіру мүмкін емес. Ашық кілті бар алгоритмдер. Алгоритмнің аты RSA, Diffie-Hellman алгоритмі, Эль-Гамаль алгоритмі, эллиптикалық қисықтарды пайдаланатын алгоритмдер. RSA жағдайында пайдалану мүмкіндігі деректерді шифрлау және дешифрлау жағдайында яға тең. Цифрлық қол қоюда я, кілтті келісу немесе құрастыруда я жағдайында болады. Пайдалану мүмкіндігі Diffie-Hellman алгоритмінде деректерді шифрлау, дешифрлауда жоқ, цифрлық қол қоюда жоқ, кілтті келісу немесе құрастыруда я жағдайына алып келеді. Пайдалану мүмкіндігі Эль-Гамаль алгоритмінде деректерді шифрлау және дешифрлауда я, цифрлық қол қоюда я жағдайында, кілтті келісу немесе құрастыруда я жағдайында орналады. Пайдалану мүмкіндігі эллиптикалық қисықтарды пайдаланатын алгоритмдерде деректерді шифрлау, дешифрлау жағдайында я, цифрлық қол қою жағдайында я, және кілтті келісу немесе құрастыруында я жағдайында орналасады. Артықшылығы мен кемшіліктері туралы айтып кететін болсақ. Артықшылығы, канал арқылы алдын ала құпия кілтті жіберу қажеті жоқ. Құпия кілт бір жаққа ғана беріледі. Ауқымды желілерде кілттер саны азырақ. Кілттер генерациясы болады. N қолданушылар арасында N көбейтілген екі кілттер қолданылады. Алгоритмге өзгертулер енгізу қиынға түседі. Шифрлау, дешифрлар ақырын жұмыс істейді. Ашық кілттерді ауыстырудан қорғау керек. Назарларыңызға рахмет.